Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен пиццаның рецептімен бөлісемін. Пиццаны осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатынына сенімдімін. Ең алдымен жылы суды ыдысқа құямыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Үстінен аштықыны салып, сосын қантымызды саламыз. Енді сұйық майды құйып араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен ұнды салып, қамыр илейміз. Енді қамырдың бетін пищевой пакетпен жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашыды, дайын. Енді осы қамырды екіге бөліп, домалақ етіп жаямыз. Жайған қамырымызды печкамыздың табасына осылай саламыз. Мен салмасына қызанақпен шұжықты осылай турап алдым. Қамырдың бетіне кетчуп пен майонезді осылай жапшырамыз. Қызанақ пен шұжықты осылай қойып шығамыз бетіне. Мен ірімшікті осылай үккіштен өткізіп алдым үлкен жағынан. Осыны пиццаның бетіне осылай сеуіп шығамын. Енді пиццамызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Достар, міне мен пиццам дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көруіңізге тағы да кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қош сау болыңыздар.